Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеомызда біз ұйқыдан шаршап оянбау үшін не істеу керек жайында айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Ауа райы суытып, күн қысқарған бұл күндері ұйқысы қанбайтын немесе үнемі шаршап жүретін адам көп. Күнделікті өмірге әсер ететін бұл мәселені шешу үшін сарапшылардың ұсынысы сапалы ұйқы. Күнделікті өмірді барынша тиімді жалғастыру үшін сапалы ұйқы қажет. Сапалы ұйқы барысында ағзаны келесі күнге дайындау, оны токсиндерден тазарту, эндокриндік жүйені реттеу, иммундық жүйені нығайту, күн ішінде үйренген ақпаратты таңдау және оны сақтап алу сияқты кейбір гормондар бөлінеді. Ал идеалды ұйқы уақыты қандай болу керек? Ұйқы сапасы қалай анықталады? Ұйқының идеалды ұзақтығы барлығына бірдей ме? Адамның түні бойы үзіліссіз ұйықтап, таңертең оянып, өзін сергек сезінетін уақыт кезеңін идеалды ұйқы уақыты деп атайды. Халықтың 85%-ында идеалды ұйқы уақыты 6-8 сағат аралығын құрайды. Ал олардың 15%-і 6 сағаттан аз немесе 8 сағаттан көп ұйықтайды. Маусым ауысуы ұйқы режиміне қалай әсер етеді? Ауа райының салқындығы мен күндердің қысқаруы ұйқы гормоны деп аталатын мелатонин мен бақыт гормоны деп те аталатын серотонин өндірісіне әсер етеді. Нәтижесінде ұйқының бұзылуы, шаршау, мотивацияның төмендеуі және көңілсіздік байқалады. Жыл мезгілдерінің ауысуының аз әсер етуі үшін ұйқы режиміне мән беріп, дұрыс тамақтану, күндізгі жарықтан тиімді пайдаланып, иммунитетті мықты ұстау керек. Сапалы ұйқы үшін не істеу керек? Күн сайын түнде бір уақытта ұйықтап, таңертең бір уақытта тұрыңыз. Күндіз 20 минуттан артық ұйықтамаңыз. Кешкі уақытта кофеинді тұтынуды шектеңіз. Ұйықтар алдында темекі шегуге және спиртті ішімдік ішуге болмайды. Төсекте тамақ ішпеңіз, кітап оқымаңыз, телефон, компьютер қолданбаңыз. Жатын бөлменің қолайлы температурада, шусыз және қараңғы болуын қадағалаңыз. Оянған кезде перделерді ашыңыз, күннің жарығы ішке кірсін. Ұйқыдан кем дегенде 3-4 сағат бұрын тамақтаныңыз. Жеңіл және ақуызға бай тағамдарды таңдаңыз. Идеал ұйқы үшін орта қандай болуы керек? Жақсы және сапалы ұйықтау үшін сіз ұйықтайтын бөлме ыңғайлы температурада, қараңғы және тыныш болуы керек, ал төсек пен жастық адамға сәйкес болуы керек. Ұйқы үшін қолайлы бөлме температурасы шамамен 20 градус болуы керек. Қатты ыстықта түнде ұйқыдан ояну артады және терең ұйқыға көшу кешігеді. Ұйқы сапасы төмендейді. Бөлме температурасы 12 градустан төмен болса, ұйқы сапасы нашарлайды және алаңдататын түс көру жиілейді. Ұйқыға бөлме температурасы ғана емес, дене температурасы да әсер етеді. Сондықтан ұйықтар алдында ыстық су мен ванна қабылдау дене температурасын жоғарылатып, ұйықтап кетуді қиындатады. Көгілдір жарық ұйқы сапасын нашарлатады. Ұйықтайтын бөлмеде электромагниттік толқын шығаратын құрылғылардың болуы мелатонин гормонының бөлуіне әсер етеді. Көгілдір жарық ұйқысыздықты тудырады. Ұйқы ояну ырғағымызды және ұйқының сапасын бұзады. Әсіресе көгілдір жарық шығаратын смартфон, планшет, компьютерді пайдалануды ұйықтар алдында 2 сағат бұрын тоқтатып, сананы ұйқыға дайындау керек. Жатар кезде теледидар қарау және кітап оқуда ұйықтауды қиындатады. Достар, көрермендердің 94% видеоны каналға тіркелмей көреді екен. Еңбекті бағалап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны әлеуметтік желілерде бөліссеңіз риза боламыз. Қолдау білдіріп, каналға тіркелгендердің барлығына рахмет. Алдыда әлі талай пайдалы ақпараттармен бөлісеміз. Аман сау болыңыздар.